Жібек жолы. Тарихи жолдың жібек саудасына байланысты жібек жолы атанғаны түсінікті. Ұлы сөзінің қосылуы жолдың кен байтақ шығыс өлкелерінен батыс өлкелеріне дейін созылып, оларды байланыстырып жатуынан. Сондықтан Ұлы жібек жолы болып тарихқа енді. Ұлы жібек жолы әлемдік өркениет тарихындағы неғұрлым елеулі жетістіктердің бірі. Керуен жолдарының тарамдалған жүйесі жер орта теңізінен Қытайға дейін Еуропа мен Азияны кесіп өтті. Сондай-ақ сауда байланыстыра батыс пен шығыс мәдениеттері арасындағы тілдесуінен маңызды құралы қызмет атқарды. Жолдың неғұрлым ұзақ үзігі Қазақстан мен Орта Азия арқылы өтті. Понятно, что историческая дорога была названа шелковым путем из-за торговли шелком. Добавление слова «великий» связано с тем, что дорога тянется из обширных восточных областей в западные и соединяет их. Именно поэтому он вошел в историю как Великий шелковый путь. Великий шелковый путь – одно из самых значительных достижений в истории мировой цивилизации. Разветвленная система караванных путей пересекала Европу и Азию от Средиземного моря до Китая. Он также служил важным средством торговых отношений и общения между западной и восточной культурами. Самая длинная часть пути проходила через Казахстан и Среднюю Азию.